Жаңарқада бізде ғашық болғанбыз деген спектакльмен барамыз, енді жылда барамыз ауылдарға. Содан бір жыл бардық, мен аны Сарман деген енді ішіп кеткен, бірақ іштей стержені мықты жігіт, соны ойнаймын. Сонда енді ізденгеннің нәтижесінде табылған мизансценада ол стақанға, қырлы стақан, граненый, соған құйып алады да арақты. Ол мына жақтан апарып, былай неткенде пустой нетеді да, өзі сөйтіп, өзі соны ойлайды, ол бір керемет жетістігім деп ойлайды ғой. Любой жерде соны өзінше дәріптеп ішеді. Трюк қып, сондай болды, кешке күшті, бүкіл қазақ қонақжай қарсы алды, өйтті. Әрі қарай кеттік. 2 жылдан кейін басқа спектакльмен барсақ, жаңағы жердегі мәдениет үйінің қызметкерлері айтады: Дүкі, сіз өткендегі спектакльдің біздің ауылдың бәрі сөйтіп ішіп жүр ғой. Мода болып кеткен. Сондай бір нәрселер болған.